Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ы әрпі мен дыбысы. Ақша, монета, сатып алу тапсырмалары. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Балалар, Ы дыбысына берілген бейне жазбаға назар аударыңыздар. Ы әрпі. О әрпі. Ыдыс. Ыдыс. Қымыз. Қымыз. Қамыс. Қамыс. Қырқаяқ. Қырғаяқ. Қылыш. Қылыш. Қыз. Қыз. Қызғалдақ. Қызғалдақ. Қызылша. Қызылша. Мінекей балалар, Ы дыбысына берілген бірнеше сөздермен танысып алдыңыздар. Байқасаңыздар, Ы дыбысы сөздің алдында да, ортасында да, соңында да кездесе береді екен. Енді сөздер мен буындарды оқып көрейік. Ы бұл созылатын дыбыс, демек бұл дауысты дыбыс. Ық, ыр, ыс, ын, қасық, қатық, ыдыс, ырыс, ынта, ыста, сырнай, домбыра. Сосын мына сөздерге дыбыстық талдау жасайсыздар. Ы дыбысы көріп тұрғандарыңыздай дауысты дыбыс. Демек, оны қызыл бояумен белгілейміз. Мына сөздерді аналарыңызбен бірге оқыңыздар. Және жіберген нұсқаулыққа қарап отырып, Ы әрпін жазып көріңіздер. Жазу барысында міндетті түрде қолымызға жаттығу жасаймыз. Сосын балалар, біз ақша туралы білетін боламыз. Мына суретте 100 теңгеге көбірек зат сатып алып көріңіздер. 100 теңгеге сатып алуға болатын заттардың барлығына мынандай құс белгінің белгісін қоясыздар. Құс тұмсықтың белгісін. Қолыңызда 100 теңге бар, 100 теңгеңізге міндетті түрде көбірек зат сатып алуға тырысыңыздар. Оған сіздердің үйде аға әпкелеріңіз, аналарыңыз көмектеседі. Сосын 10 теңге, 5 теңге, 1 теңгені қосса қанша теңге болатынын есептеп көріңіздер. Сосын мына суреттегі әрбір кестеде тұрған 1 теңгеліктерді қосыңыздар. Мына жерде 4 теңге тұр, мына жерде 1 теңге тұр, мына жерде 1 теңге тұр. Барлығын қосса неше теңге болады, есептеп көріңіздер. Сосын 100 теңгелеріңіз бар, 40 теңгеге дәптер, қарындаш сатып алсаңыздар, сіздерде қанша теңге қалатынын есептеп көріңіздер. Сосын мына ыдыстың суретін бояймыз. Сонымен балалар, бүгін Ы әрпімен дыбысын таныдыңыздар және ақша туралы алғашқы білім жинап алдыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.